Осы ең қараңғы, Қыз балалар келіндер шайды 3 рет құйып, қызған шығарып, ата енесіне үлкен кісілерге осылай шайды ек қолмен ұсыну керек. Шай ішіп отырмыз. Көңіл күйлеріңіз тамаша болсын. разы болсын. Ал сіз бір нәрсе дейсіңізші. Күлмей отырыңыз. Бұндай да көргенбіз, тиктоктан көргенбіздер, күшті қайтаратындарыңызды. Живой көрген өте әдемі екен. Ер азаматтың көрсету ол үлкен ерлік. Негізі көпте қыздар айтады ғой, ой, шайды қыздар қою керек, бұндай нәрсені қыздар істеу керек, бірақ ер азаматтың бұндай нәрсе істеп көрсеткеніңіз бір ерлік. Сондықтан еппес керек та тоже. Және сіз биші болған жоқсыз ба? Мен бишімін ғой. Профессиональный бишімін. Бәсе бұндайды анауына жүріп жүрсің. Сондықтан сәттілік күшті. Рахмет екен сіздерге. Ал осы. Көңіл күйлеріңіз күшті болсын. Иә? Ал арнайы сіздерге шай қайтару үлгісін көрсетейін, иә? Қараңыздар. Шайды негізінде 3 рет қайтарамыз, білесіз ба? Бірінші қайтару. Екінші қайтару. Үшінші. Ешқашан оңаймаңыздар. Ой, қайтады. Сондай бар ма? Шай тегін құрмет дейді ғой. Рахмет. Разы болсын. Просто күлгенде бәрі ұмытып қалдым. Ясы сен деді. Сындырмайтыныңызды стол сындырып. Күшті болды. Мынаны алмайсыздар ма? Я Ясы бәрін құртты ғой, сол сұрттана жоқ па? стол аман. Қыз деген біз деймін да, үйімізді, ата-анамызды ойлап өліп тұрамыз. Қараңдаршы, мен Шымкентке ертең 28-29-да мен Шымкентке кетемін. Сол Шымкентке құрғыл бармайын деп, үйдегілерге, атаға, общем, бүткіл семьяма осындай заттар толтырып ауладырым. Мынақты ыдыс-аяқ, вентилятор, негізі не бар? Толығы ыдыс-аяқ, алма салатын, чайник наборлар, ыдыс, короче. Қыз деген осындай болады ғой, ата-анасын, әке-шешесін, отбасын ойлап тұрады. Негізі өзіме алсам да болатын еді, өзіме емес, бірақ бірінші очередке семьямды ойлаймын да. Үйдің үлкен оғасын ответственность болғаннан кейін. Білмеймін әйтеуір, соны үйді ойлап тұрам. Вот осы. Ал енді қыдырсақ, до конца қыдырайық деп киноға шықтық. Бабай деген кино шығып еді ғой жаңадан. Сол киноға бара жатырмыз. Алдындары мені премьераға шақырған болатын. Бір-екі себептерге байланысты мен премьерасына бара алмай қалған болатынмын. Сол премьераға барып келген достарым, жақындарым барлығы айтып жатыр, что өте күшті кино деп. Енді мен соны мақтағаннан кейін өз көзіммен көрейінші деп бара жатқан жайым бар. Сіздерге отып барлығын айтатын боламын. Бұлай негізі трейлерлерін қарасам өте қызық кино сияқты. Бәрінің айтуы бойынша сол енді қазір киноға шықтық. Бабай деген атының өзі ерекше сияқты шынымен. Ерекше бір туынды болайын деп тұрған сияқты. Көреміз енді.